Сәлем, мен бүгін осындай өте нежный дәмді трайфл дайындадым. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқа мен қантымызды қосып, көтерілгенше миксерлеп алып, үстіне сары май, сұйық май, жып-жылы сүт пен ұнды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Соңынан какаоны қосамыз. Бірден араластыруға болмайды, себебі какаоның ұнтақтары ұшып кетеді. Осылай араластырғаннан менде сұйық болды, сосын сәл ұн қостым да дәл осындай консистенция қылып, духовкаға бір 20-25 минутқа 180 градусқа пісіріп алдым. Алғаннан кейін осылай барлығын ұнтақтап, дайындап қойдым. Және кремге кірістім, сливки мен сахарный пудраны араластырып, осындай ғана қою қылдым, қатты қою емес. Үстіне творожный сыр салғаннан кейін барып жақсылап араластырып, осындай қою болғаннан кейін оны арнайы пакетикке салып, дайындап қойдым. Және ыдысымды алдым, прозрачный алдым, потому что сыртынан әдемі көрінеді. Және корж, крем және банан осындай реттілікпен орналастырып шықтым. Үстіне тағы да екінші слойын жасадым. Және соңындағы кремнің бетін тегістеп жібердім. Тегістегеннен кейін бөлек ыдысқа газға сүтті қойып, үстіне шоколад, Қазақстан шоколад міндетті түрде екеуін араластырып, суығаннан кейін ғана жаңағы дайын болған трайфлымыздың бетіне құйдым. Қасықпен жөндеуге болмайды, потому что бетінің несін өзгертіп жібереді, сол үшін тек осылай ғана жөндеп аламыз. Және қалағаныңызша оформление жасап аласыздар. Өте дәмді, нежный, күшті болады. Банан особенный вкус береді. Банан қоспаса да болады. Ас болсын!